Бұл? 90-шы жылдары жұрттың бәрі күнкөрістің қамымен базар жағалап кетті. Ақша дейтін ақша жоқ. Көшеде балалар жыл-жылға бөлініп жиі төбелесетін. Шындығында ол кезде көшенің заңы көп нәрсе шешті. Сол жылдары Сейілханаға Бекзат маған алып келіп тапсырды. Ағаларынан үйренген болу керек, бокстан аздап хабар бар еді. Әйтеуір қатарынан қалмай жаттығып жүрді. Бекзат, қалай? Саудаң жүріп жатыр ма? Қайда, сауда? Кетіп қалды екен десем, бұл жерде жиі жүретін бапсыңдар. Алақандарыңа қарға тышқан ба? Сенің не шаруаң бар? Чумо, бұл жерде сауда жасайын десеңдер, маған шот алып беріп отырасыңдар. Қане, шығар тиындарыңды. Түсіңнен шошып ояндың ба? Жігіттер, жұрттың көзінше батыр болып тұрсың ғой. Төребек, өзіңіз Бекзат жүр. Бекзат, кет. Шегі бағым болу? Кетіңші, Бекзат. Көреміз әлі. Держи. Ну, давай, боксер. Спасибо. Жақсы, көріп қайтамыз. Базарда қорозданып жүреді. Боксер болам де. Кешке шақыраны. Қорай келді ма, братан? Намазлы пассаж. Бар. Болой. Болот, қара. Мәссаған. Стивенсонның қолтаңбасы қойылған. Қой, рас па? Рас, көрейік. Абайлаш. Байқа. Мына қол. Өз қойған ба не сонда? Солай. Мына жағы деген. Кәдімгідей сөгіліп кеткен екен, Ине жіп керек. Алып келесір. Бекзат, сен мен жасты қол қаптың. Болғарысы өлбіреп, шірей бастаған. Жіп ұстамайды. Келді ғой мағар. Неге шақырдың? 80-дер. Мені бұқаланып жүрсіңдер сендер? Жо, мүйіздерін сындыру керек па сендер? Қысқасы, ай сайын грефке 1000 теңгеден лақтыратын боласыңдар. Түсінікті ма? Өткіз қойған дүниең бар ма еді? Алғың келсе қазір ал. Айрам ғой мен сен. Кел бірге бір. Бір ғана жігіттерің айтшы жабылмасын. Кел. Бірге бір.
Маған келген балалардың бәрі бірдей деп айта алмас едім. Ішінде аласы да, құласы да бар. Басында олар бокспен тиіп қашып айналысты. Залға бір күн келсе, бір күн көшеде қоразданып төбелесті дейді. Бұларды бостандатпайын деп, бәрін залға қуып әкелдім. Шыдағандар қалды. Ал шыдамағандары боксты орта жолдан тастап кетті. Не бөлсе алмай қалдың да? А? Шотал бермей қойды ма? Қора тазалап болған соң, күштерін тасып жаттан маған залға келіңдер. Арам терілерін сол жерде шығарайын. Қайтыңдар үйлеріңе. Қайт! Ой, енді қайттым. Мә, балаларың не істегенін көр. Құдайым-ай. Жыртық қолғапты жама болғандарына қарағанда, етегіңнің бұлғарысы мықты болған ғой. Кешке дейін құм толы қапты төбештегенен бірдеңе шыға қойса? Баланың бетін қайтармай-ақ қояйық. Көшеге кезіп сандалып жүргеннен жақсы. Мүмкін бір жерден тесіп шығатын шығар. 20 жыл өтті. Серік Қонақбаевтан кейін жарып шыққан қазақты көргенім жоқ. Мүмкін сон чемпионның анасы өзің шығарсың. Олай болса, аузың амай. Эй, Бекзат. Ау. Күнде бір тасты көтеріп алып жүресің. Не істейсің ол? Жанын қинап. Ой, аға. Керек тастың ауырлығы жоқ. Жақсы. Нокаутсыз бокс бола ма? Қарсыласың сүйшек болмаса. Не үйретті сендерге? Не болыңдар? Нұрлан, бері келші. Олар отырыңдар. Айта бер. Жағдай бұлай. Мына балаларды үйреткеніңе тиын тебен алып жүрген шығарсың. Тұспалдай бермей. Төтесінен еш? Директор мына залды босатсын дейді. Егер ақысын төлемесе, дүкен ашамын дейді. Дүкен? Иә. Жарайды. Босат десе босатып берем. Жарайды, жақсы. Бөлме іші кең ба? Кен? Әлі жап-жарық. Нұреке, өзіңіз білесіз, қазір әркім өз тіршілігін жасап жатыр. Біреулер дүкен ашып жатыр, біреулер шаштараз, одан кейін тойхана ашып жатыр. Көп сөйлеме, тоқайтан ач. 10 мың. Қанша? 5 мың ғой. 3 мың. Болар жері 3 мың. Ойлаңыз. Жарайды, көрейік бірінші. Жүріңіз көрсетем. Оның іші ең бастысы жылы. Жақсы жерде орналасқан. Қай жерде? Тіке былай жүре беріңіз, қазір көрсетем. Міне осы. Енді аздап ретке келтіріп алсаңыз, жалпы жақсы ғимарат. Аласыз ба? Несі ұнамай қалды?
Тасты көтеріп жүгіргенше бір кірпіштен әкелсең үй сау болатын едік қой балам. Асықпаңыз. Кейін бір-ақ күнде сәлім сарай салып беремін. Солай ма? Нәтижеге жету үшін талай тертеу керек болам. Ана жоспарың жаман емес екен. Тек зорлық кетіп жүрме. Жоға. Менде бәрі уақытылы. Мақсатқа жету оңай емес. Әл талай алдыңнан кедергілер шығады. Тек не істесең де түбіне дейін жеткіз. Түсіндім. Түсінсең сол, бір қадам артқа шегінсең, екі қадам алдыға аттауға тырыс. Соңына дейін талмай күрес балам. Sıradan alып отырыңдар. Ұялмаңдар. Сендер жассыңдар. Жас кезде жүру керек, ойнау керек. Қалталарыңда ақша болса бәрі болады. Маған қалталарына салып жүріңдер. Нұрлан ағаларың қалай? Жақсы. Білгенін үйретіп жатыр әйтеуір. Жарысқа бардыңдар ма? Қайдағы жарыс? Рингке де әлі шыққан жоқпыз. Спорт деген жақсы. Бірақ бір мақтау қағаздан басқа түкте бермейді. Қазір қарынның қамын ойлайтын заман. Сөзіңіздің жаны бар аға. Менің қасымда болсаңдар, жаман болмайсыңдар. Түрек, мықты жігіттер болса ортаға тарта бер. Бар жақсы жігіттер. Араласайық, сыйласайық. Алып отырыңдар мен. Бәрін әдеттегідей жасаймыз. Ол Сұлтанбек, қармаққа не қоямыз? Ілінбей не болыпты? Ақша десе өледі ол. Барыңдар. Ана ақшаны басқа бір жымқырып кетіп жүрмесін. Сен екеуін бақылаңдар. Бар. Нешеден көп? Бауырме! Бауыр! Жай. Түсіріп алса өзі бал өзіне. Бізден басқа ешкім көрген жоқ. Бізге үйертіп тұрған шығар. Жүріңіз бөлісі олай. Бөліскеніңіз біреудің заты ғой, ұят емес. Ұят ештеңесі жоқ аға. Жүріңіз. Ешкім көріп қойған жоқ па деген. Қалай болды екен, а? Уайымдамаңыз аға, барлық жақсы болады. Алыңыз. Кешіріңіздер. Базардағы кемпірлер мен ақшам сіздер тауып деп айтады. Дәл өзі. Мұнда түгелеміз ғой. Қалай түгелеміз? Тауып алғанымыз болмаса тиіскеніміз жоқ айналайын. Сіздердің ақшаларыңыз көрсем бола ма? Алыңыз. Жоқ, бұл емес. Сіздікі ұсау екен. Сіздікін көрсем бола ма? Өзім ақшам айналайын. Мен өз ақшамды танимын. Менде клиент, жүзсеңгіліктер бар. Көр.
кешірсің. Айып етпе балам, Ей, мынау, жартысы қайда? Кімді ақымақ тұр, кең. Ей! Тоқта! Кең тұр ойын. Құрысы бұны. Мен де өз ақшам танимын. Маған бөтен ақшам керек жоқ, бе. Аға, ақшаңызға ие болыңыз. Рахмет, бауырларым, рахмет. Өз обаларың өздеріне. Менің түк қатысым жоқ. Ал, Нұрлан. Барымыз осы. Келісесің ба? Келіспейсің ба? Оны өзің білесің. Бағасын бағана өзің айттым. Қалай? Ойландың ба? Иә. Кестік. Зал 2 сағат күніге сенікі. Кішкене шашылып жатыр. Өзің жинап аларсың. Жақсы. Берейші бе? Мен де сұраларың жым-жылып. Басқасын ақ көл бі? Жақсы. Қазір ақ көлем. Қыздарың жұмсай бермей өзің ақ көл. Kim олар? Ринг пен көшедегі төбелесті шатастырып жүр олар. Екеуінің заң екі түрлі екен қайдан білсін? Ертең өзім сөйлесем олармен. Барыңдар. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Жақсы. Ешкім тиіс жүрген жоқ па? Жоқ. Шикі ғой мынау. Кешіріңіз. Бар басқасына көріп. Жарайды. Мен мазақ қылып жүрсің ба? Сен дауысың шығайын депті ғой. Сава. Түрлет. Жас өспей ма? Жарлы баймай ма? Саған ақыл кірейін депті ғой. Өзің көп атқан жоқсың ба? Құдайға шүкір, екі сөйлемейін білесің. Оның дұрыс. Өзіңе қатты сенімсің ба? Барып-келіп шофермен жүретін адам емес. Солай ма? Сәлем. Сәлем. Кімді күттірсің? Ешкімді. Солай ма? Жолымды тосып тұрма десем.
Ағам ұйықтап қалып, сиырды табынға қосып жүргем. Сәлемдесіз бе? Мен алайын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бекзат, қуған жетпейді, бұйырған кетпейді. Құр жүгіре бергенше, ана қызы барып қырғида ілмейсің бе? Сонда айту керек па саған? Ой, аға, сізді пойызды ғана аңдей ма десем? Ай, шіркін ай. Шығыңдар! Пойыз келе жатыр. Шалбар киген соң, әр сөзіңе жауап беруге тура келеді. Сава, естедің мен? А? Шамасың шыңғырма. Көкесін ұмытайын деген екен бұл. Болашақтан үмітің болса, ойлан таң атқанша. Қолының ұзындығын дұрыстап пайдалана біл. Есінде болсын, Құдайдың адамға берген дарыны оннан бір бөлігі ғана, ал қалғаны еңбек. Кейіп қашып шылсаң ештеңе шықпайды. Бүгінге жеді. Жақсы. Соңғы автобустан қалып қойма. Мені автобуспен барып келіп жүрдіп, ойлайды деймін. Жаттығу залы Түркістанның бір шетінде болатын. Бекзат залдан кеш қайтушы еді. Соңғы автобустан қалып кетпесін деп, ерте босатуға тырысатынмын. Кейін естідім. Бекзат үй мен жаттығу залының ортасында күніне 10 шақырымды жаяу жүгіріп келеді екен. Балам-ау, екі өкпеңді тесіп нағып қинап жүрсің өзіңді. Қиналатын түгі жоқ. Күнде жүгір жүрген жер ғой. Балам-ау, осыны қойсан қайтеді. Мынадай уақытта айдалада жүгіріп жүріп, бір күні бірдеңеге ұшырарсың. Анашым, алаң болмаңыз. Құдай сақтансын сақтайын дейді. Сақтасын, балам. Жүріңіз. Қалай? Ұйқың тәтті болды ма? Әке-шешең түсіңе кірген шығар. Күніге осында түнегің келмесе, саған соңғы ескерту. Әр істеген ісіңді, қадамыңды мен біліп отырайын. Түсіндің ма, шақал? Келгенің дұрыс болды. Ана Шергенбай Сұлтанбекке араша түсіп, біздің жігіттерді оңды ұрмапсың. Жарайды, оны кешірдім. Бұдан бұлай Бекзат. Өзіңе керек емес жерге араласпаш. За свои дела нужно отвечать. Понял?
Ана көкала қойдай түріңе қарағанда сөзіңде тұрмаған сияқтысың. Сонда сенің ісің лақтыру ма? Лақтырам ба, лақтырмайын ба, оны өзім білем. Әркім нанын өзінше тауып жейді. Бұл жерде бастысы қораға кірмеу. Ал ана сенің досың Әли қораға кірді. Оған не болды? Жағының ашып баратса жүр, көрістейін. Арман, жиналып жатсыңдар ма? Денелерін қыздыра бендер. Киім ауыстырып келем. Арман. Нұрлан аға. Не болды? Ана жақта Бекзатты біреулер алып кетті. Кім? Білмеймін. Қайда? Сұмынара жаққа. Арман, жаттығу жалғастыңдар. Нотыр не? Тұрсымен жүгіріп шыққансың ба? Гүлбаршын алда қайт. Нұрлан аға. Гүлбаршын алда қайт дедім мен саған. Әли, ал Бекзат. Ұста қолын! Бөлбек! Ұста! Арман Берғаның бокс екен ғой! Мен еш нәрсеге күмәнмен қарамаймын. Кейде досың дұшпанға, дұшпаның досыңа айналады. Менің қанымды қайнататын сатып кету. Жігіттің басынан не бір күндер өтеді. Оның бәрімен тайтыласа берсең, түбі жоқ тұңғиыққа батып кетесің. Иә, оны білем. Бірақ қолымды бір сілтеп жүре алмаймын. Бұл өмірде кемшіліксіз адам болмайды, Бекзат. Ал біреуді ақыл айтып жөнге сала алмайсың. Басқа теген соң түсінетін түсінеді. Ал түсінбейтіні сол ескі жолына қайта түседі. Қайсыңдар жігіттер? Не жүрсің? Чөчікке қой қойылды ма? Арман, оттамашы. Әкеңнің. Не? Қойыңдар. Бекзат, жарысқа барады екенсің. На, жоғыңа. Менен. От души. Керек емес. Әжең апарып бер. Ақшаның жоқ кезі. Жарысқа баратын жол пұлды табу үшін жер қазып көмір теген кездерде болды. Алдыңға ме жұмсе? Алға жүр! Қорсынжа! Жабысла! Қостанайда өткен біріншілікте Бекзат өз салмағында айрықша басымдылық танытты. Сол кездегі ұлттық құраманың жас өспірімдер арасындағы бас бапкері Анатолий Визрякин бізді байқап көз салып кетсе керек.
Привет, ребята. Анатолий Петрович. А я знал, что вы придете. Ну, раз ждал, значит, есть что мне ответить. Я еще не принял решение. Ты не подумай, что я пришел на все готовенькое. Я понимаю, воспитать бойца – дело сложное. У парня большое будущее. И ты об этом знаешь. Ему нужно двигаться дальше. Отдай мне его. Анатолий Петрович, я связан по рукам. Міне шайларыңыз. Центровские стрелы набили. Нам нужен фраер, отвечающий за базар. Жүрміз ғой? Шакал, оған сен миың жетпейді. Бұл жерде сөз ететін мықты жігіт керек. Шынуға кімді айтып тұрғанымды? Ол келіспесе. Оның жаны жерін білетін сияқтын. Нана апара, өз түсінеді. Ассалаумалейкум. Уалейкум. Қайта кіредесті қатты жаппады екен. Не күн туды бастарыңа? Мынау сауаның сәлемі. Шаруа бар дейма. Жарайды. Сөздің қысқасы, үлкен тауардың жартысын басып отыр. Келіскенге көнбеді. Біздің кінәміз жоқ. Кешке бетпе-бет сөйлесу керек. Араларында біз танитындар бар ма? Ойдан қырдан жиналған өңшең қасқырлар. Сава, мен бұл тірлікке соңғы рет барып отырмын. Амал жоқ. Ақша керек болған соң ғана. Түсінем сен. Осы тірлікті шешуге көмектессең. Жарайды. Кездесетін жеріміз таза болсын. Ана күшіктерін жібер. Барып тексеріп қайтсын. Нұреке, естуімше шаруалардан тыс қалып, спортқа қайтып оралыпсың. Көше кезіп башаңғы жүреміз. Дұрыс. Балалармен де біреу айналысу керек шығар. Шәкірт дайындап жүр екенсің. Чемпион болады дей ме? Оны уақыт көрсетеді. Көп сөйлемеске көшейік. Тоқетерін айт. Сен сыйлағаннан келіп тұрмын. Жарайды. 50-де 50 болсын. Оңтүстікке баратын жолды өздерің қадағалаңдар. Біз солтүстікті.
келістік. Сау. Бәрі шешілген сияқты. Енді жолымыз соғыспас деп ойлаймын. Мен де солай ойлаймын. Саба! Кетіп отырыңдар! Отыр кет! Отыр! Жүріңіз ауруханаға. Оқ, жалап өтіпті. Әжем жараңызды тазалап, таңып қойды. Жігіттер, бұл өмірде ешкімге сенуші болмаңдар. Тек өздеріңе ғана сеніңдер. Бекзат, бойыңда Құдайдың берген дарыны бар. Соны дұрыстап пайдалана біл. Оқысты тастаушы болма. Жарай ма? Беке, өзіңіз жақсы білесіз. Біздің жігіттер осы кубалықпен жекпе-жектерде үнемі мысы басылып болады. Атлантада тура сол жағдай болды. Осы кубалық барьерді бірден қылып сындыру керек. Оларды осында Қазақстанға шақырсақ. Алматыда екі құрама команданың арасында кездесу ұйымдастырсақ. Өзіңіз білесіз ғой енді, қазақтарда бөрі басатын итті күшік кезінен кәдімгі қасқырдың терісін тартқызып үйретеді деген. Мынауың жөн. Бірақ оларды шақырғанда қазір жағдайда келе қоя ма? Жол пұлы бар дегендей. Ішіп жемі бар. Мәселе сонда болып тұр ғой. Шақырған соң енді жай қалықпыз. Ұрсап шалып салу керек. Мен Айбадан біраз ақша бөлдірейін. Бірақ бұл бәріне жетпейді. Қазір не көп кәсіпкер көп. Оларды қазақ спортын қолдайтын шығар. Солардың тамырын басып көрсеші. Аз да болса көмек болар еді. Жарайды, тырысып көрейін. Жеңеше, сәлеметсіз. Нұрлан, кел. Төрлетіңдер. Сейілхан аға, ассалаумағалейкум. Нұрлыжан, уағалейкум ассалам. Алейкум ассалам. Жоғары шықыңыздар. Ал, Нұрлан. Не шаруа? Мына кісі Анатолий. Шымкенттен келді. Ұлттық құрамада жасөспірімдердің бас бапкері. Нұрланжан, баланы саған тапсырғанда ет сенікі, сүйегі менікі деп едім. Да вы не переживайте так. Парень у вас способный. Того и гляди, в сборную попадет. Баланы бағын байламай қаға. Барсын.
Жігіттер! Таныс болыңдар. Командамыздың ең кенжесі десек те болады. Бекзат Саттарханов. Ал, жақынырақ таныс. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Енді сіз келгенде біз қалай қол қусырып қарап отырамыз. Қаржылай көмек берем деп уәде бере алмаймын. Енді сіз бізді жақсы білесіз ғой. Сізге мен қалай айтсам екен? Сіз қысылмаңыз. Мен негізі қара басынан ғана қамын ойлап жүрген адамдардан емеспін. Тоқетерін айтыңыз. Шынтуайтына келгенде, егер шетелден боксшылар келсе, біздің жігіттерге үлкен тәжірибе болар еді. Біз енді алып сатумен айналсамыз ғой. Мен сізді жақсы түсініп отырмын. Макарон берейін деп айтуға аузым бармай отыр. Неге олай дейсіз? Егер сіз шын етіңізбен берсеңіз, біз алуға дайынбыз. Ыңғайсыз болса да айтайын, сол өнімді беруге мен дайынмын. Ағасы, біздің дәл қазір осылай қиналып жүргеніміз, ертең күндері тарих беттеріне жазылады. Тарих? Иә. Егер сенбесеңіз, уақытысы келгенде өзіңіз көресіз. Иә, көреміз. Жарайды, жақсы. Жауабыңызды күтем. Орлы! Работаем! Так, ребята, подходим по одному. Бахтияр, иди сюда. Как самочувствие? Хорошо. Иди работать. Так, следующий. Ибраимов. Ермахан. Келе. Как тренировки? Жақсы, рахмет. Дұрыс болды ма бәрі? Бәрі дұрыс. Ертең жарыс. Қыздарға бармаңдар. Жақсы. Саттарханов. Бекзат. Саттарханов, потом зайдешь ко мне. Саттарханов, Бекзат. Ну, как тренировки, Бекзат? Болады. Давай проверим. Посмотрим, как у тебя давление.
Можешь идти. Жақсы. Анатолий, можно тебя? Да. Нагрузка вроде была хорошая, а пульс в норме. Как будто он с кровати только встал. А такое бывает? Бывает, но очень редко. Ну, не знаю, может быть, твой аппарат неправильно показывает. Может быть. Давай еще раз проверим. Пойдем проверим. Пошли. Зад. 100 прыжков на месте. Стоп. Отжимания 15 раз на ускорение. Стоп! Идем. Правой, правой, работай хорошо. Работаем, работаем. Садись. Ну, Исуп, что там? Я же тебе говорил, Анатолий, что это случай неординарный. Сәлеметсіз бе? Hello. Елші мырза. Менің мақсатым екі ел боксшыларының бір-бірімен тәжірибе алмастыру. Our goal is the exchange of experience between the sportsmen of two countries. I understand. We have to think about it. Мен сізді түсіндім, бұл ойланатын мәселе. Біз кубалық боксшылар құрамасымен хат алмастық. Олар қарсы емес, тек келіп кетуіне кішкене былай ықпал жасасаңыздар. We wrote of the Cuba team. They don't mind it. We would like you to help a little with their arrival. It is not easy question to make a deal. Бұл ауызек шешілетін мәселе емес. Солай ма? Yes. Жарайды. Айтпақшы, кешіріңіз. Сіз мына суретке бір үңіліп көріңізші. Теофил Стивенсон? Yeah. He is a legend in our country. Do you know him? Әрине. Are you kidding? Ол менің досым. Мен оны қонаққа шақырсам деп. He is my close friend. I think we have meet later. Бұл мәселені шешуге тырысамын. Рахмет. Көргеніме қуаныштымын. Thank you. Елші мырза. See you later. Сау болыңыз. Екеу, бұл жерде біздің қазақтың ұлттық құрама командасы өздерінің жаттығуларын жасайды. This is a place where our national boxing team trains. Wow. Here? Really? Yes. It's okay. Сіз күлмеңіз. Осы жерден біздің қазақтың небір әлем және олимпиада чемпиондары тәрбиеленген. Our world champions brought up here, even Olympic champions. Wow. All right, that's okay. That's good. Өтінем.
Жылдам екенсің. Ана қарсыластың басын айналдырдың. Дұрыс. Жарайсың. Ей, жан-жағыңа қара. Кешір, байқамадым. Келмей жатып тұр менікі дейтін сен кімсің? Бақтияр, не болды саған қыздар құсап? Шамдан? Ей, тілің ие бол, ей. Бақтияр, қой. Жынсыздар ма сен? А? Сендерге не жетіспей жүр? Бұндай еркеліктеріңді ауылда қалдырыңдар. Көрмейтін болайын. Түсіндің ба сен? Түсіндім. Сен? Ну чё, давайте советоваться. Кого повезем в Испанию? Ваше предложение? Думаю, Бахтияра Тлегенова надо брать. Он все-таки первым номером у нас идет в своей весовой категории. А Бекзат? Рановато ему еще. Опыта маловато. Иваныч прав. Значит, Бахтияр Тлегенов поедет в Мадрид. Саттарханов Бекзат поедет на чемпионат Азии в Таиланд. Там и видно будет. Хорошо. Стоп, время! Следующий! Ей, сен қайда жиналдың? Түсінбедім. Қайда жиналдыңыз? Отырыңдар кетті. Ескертпеген екен ғой. Біз келгенше. Жаттығу залын күзете тұруыңа тура келеді. Бақтияр, есіңде болсын. Мен сен ешқашан бәсекелескен емеспін. Ей, әліңе қара, бала. Жігіттер, сендерге неше рет айту керек? Бұл соңғы ескертуім болсын. Келесте екеуіңді аямай. Көрде тұрыңдар. Бекзат. Біз екеуміз сосын жақсылап отырып сөйлесеміз. Жарай ма? Анатолий, объясни ситуацию. Кет. Бекзат. Бекзат, это спорт. Нужно уметь держать удар. И здесь главное не сломаться духом. Достань. Ой,
Беконай келе жатыр ғой. Қалайсыздар? Арығым. Үйде кім бар? Жұмыста бәр. Жүдеп кеткенсің ба? Бәрі жақсы. Бір күн демалыс берген. Ауылдың балаларына базарлығым да бар. Келесі келгенде кір жуатын майша әкеп бермесем, қолыңызды жылы суға малып отырасыз. Балам, өз-өзіңмен аман-есен жүрсең бізге солдан жетеді. Бір жағдай болған ба? Түрің айтып тұр ғой. Ештеңе болған жоқ. Егер олимпиадаға бармасам, оқуымды бітіріп жұмыс жасаймын. Сол кезде сіздерді өз қолыма алып бақып қалғам. Бекзат құрамада жүрген кезде, демалыс кезінде Түркістанға келіп тұрады. Адамды орта тәрбиелейді деген рас екен. Құрамадағы өңшең қошқарлардың арасында піскенін байқадым. Иә, қалайсың? Жақсы. Бәрін естім. Өмір болған соң бәрі болады. Сенің бокстың нағыз қайнаған ортасында жүргеніңе мен қуаныштымын. Кім біледі, мұнда қалсаң менің күйімді кешіп, шырмауыққа оралып қаласың ба? Лажы болса қайтып барғаның дұрыс. Соңғы кездері көп нәрсеге көзім жетті. Бірақ әлі күнге дейін сізден сұрауға батылым бармай жүрген бір жайтты білгім келеді. Сен оны білмеуші ме едің? Отырыңдар. Пацаны, заман өзгерді. Кеңес үкіметі жоқ. Бірақ тегін жатқан дүниеде жоқ. Бұл жерге кім көрінгенің баса көктеп кіруіне жол бермейді. Не? Атаңнан қалған бет? Бізді өз еншіміз алғымыз келеді. Бұның бәрі әлде қашан бөлініп алынған. Бұл менің территориям. Чё, иди подняться! Күшік, енді көзімі көрінетін болсам, құлағымды кесіп, енді салып жіберем. Мұндай қамалсыз бардық. Ол кезде заман сондай болды. Кім мықты, сол жейді. Талай адамның жолын кестім. Енді мені қателігімді біреу қайталамас екен деймін. Лажы болса, жұдырықпен емес, ақылмен шеш. Егер біреу менің тағдырыма бөгет болса, қалай шыдап тұра аламын? Бұл өмірде ең жеңілі біреуге ақыл айту. Алдыңнан не шығады, соны күтіп ал. Ойдағы мазлап жүрген нәрсен бәрін алып таста. Жарайды, тағы ақыл айтып кет. Түркістанға келсең хабарлас. Жақсы ағай. Мен осындамын. Корпус, корпус. Бос, право. О! Ассалаумалейкум. Қалай?
Сен әлі ренжуді сияқтысың ба? Бәйгенің атын тұсап ұстаса, құсау болмай ма? Солай ма? Дертім құсалықты. Олай болса дайындал. Жақында Ташкентке жүреміз. Бұл анамна чемпионат емес. Олимпиадаға лицензия ұтып алуға үлкен мүмкіндік бар. Ташкент? Иә. Шынымен мені жібересіздер ме? Рано радуешься. Ты еще должен доказать, что твое место в сборной. Жұмысқа берсін. Анатолий. Ассалаумалейкум. Қалай жда. Төребек, мүмкін керек емес шығар. Бар да қыз тоқтат. Төребек, сонда да. Бар деймесің. Гүлбаршан! Али, түнделес не істеп жүрсің? Гүлбаршан, стоп! Гүлбаршан! Сал! Төребек! Отыр! Кетме шықпадым саған. Әкел, тоқта! Төребек, құр бұлай! Төребек, не істедің? Не істедің, Төребек? Мұхтархан, көкпар тартып беліңе әбден жаттыққан. Бәрі соққы жүрмейсің. Сен салмағыңда жекпе-жекті бірақ өлмей шешуге болады. Міне былай, қазақша құлақ шекеден. Марат, баршы. Маған ақыл үйретемді, тақыма түсіп кетерсің. Работай! Работай! Жиров у меня пахал как лошадь. Будь как Жиров. Я не Жиров. Я Саттарханов. Малой, как зовут? Гена. Как? Гена Головкин. Бекзат, берілетін лицензия біреу. Ташкентте жақсы нәтиже көрсетеді деп сенемін. Рахмет. Менің де дайындығым жаман емес. Москвада бағым сынап көрем. Бақшаба ма? Оны көреміз. Олимпиадаға жолдама алсаң, біз де қуанамыз. Сәттілік тілеймін саған. Оны уақыт көрсетеді. Саған да сәттілік тілеймін.
Ең бастысы Олимпиадаға жолдама алдық. Құтты Беке. Көрдім. Жарайсың. Жақсы жұмыс істедің. Әділетсіз болды. Рингке қайтадан шығып дәлелдеуге дайынмын. Сен бұл осы мінезіңді Сиднейде көрсет. Мойныңа үлкен жүк түсті. Жарайсыңдар. Ермақан, төрешілерді өз көзіңмен көрдің ғой. Айқын басымдылық танытпасақ, жеңістен құр қаламыз. Барың сал, аяма қозғал. Ал жігіттер, қалайсыңдар? Тұрсын, ендігі жоспар қандай? Жоспар сол. Қалған лицензияны Мәскеуден алуға тырысамыз. Сен ана Бақтияр тілегеніп қойды. Елдің намысы үшін бәріне көніп өтуге келеді. Сен неге Бекзат барады деп сағысынып қалып жүрмесін. Сен аны құрмадан алыстатпа. Ол өзі талант жігіт. Білем ғой, әрине. Жарай, жақсы. Ал жігіттер, сәттілік. Ол кезде Бақтияр өз салмағында номер 1 еді. Екеуі де Олимпиададан үміткер. Бірақ бақ шабама, бап шабама деген осы болар. Бекзат бірінші болып жолдаманы алып қойды. Содан кейін Бақтияр бокстан алшақтап кетті деп естідім. Бекзат, бар күшіңді салмай, соңына дейін сақтауға тырыс. Таудың басына дейін шыққанша қайда әлі. Ауылда жүргенде күнде ары-бері 20 шақырым жүгіріп, әдетке айналған. Жақсы. Көреміз қазір бейт деген сайын. Тынысың тарылғанда. Көшеде мама кетір. Стая волков. Не сглазить бы. Где есть победитель, там есть побежденный. Олай, таудың ауасы өкпелеріңді қысып жатыр ма? Есесінде ертең Сиднейге барғанда мұхиттың ауасы мен өкпелерің беймарал жұмыс істейтін болады. Қимылда. Бір жерінде екінші мотор бар қойдың. Көшпетті. Ничего, тяжело в учении, легко в бою. Отдышались! Бегом марш на базу! Балам, мен саған уақи етем. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, егер мені түстеріңді көрсеңдер, онда мені анық көргендерің деген. Мен екі дүние сардары Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан артық емеспін. Бәрі де бір жаратқан Алланың қалауымен ғана. Кел балам.
Жолыңды жай. Я жаратқан Аллам. Мына баланың жолын ашық ет. Өзің жар бола көр. Әумин. Алланың хикметі жақсын балам. Міне, жердің түбіне де келдік. Сидней, Австралия. Бекзат. Осы жерден сенің ауылыңа дейін қанша шақырым екенін білесің бе? Қанша? 12 000 шақырым. Бізде бұндай ғимараттар салынады дегенше қайда әлі? Салынады. Біздің астанамыз ертең Сиднейден асып кетпесе, кем болмас. Түркістанда салынатын шығар онда? Сен Түркістанның облыс орталығы да болмайды. Олай болса Түркістанның атын ол жақта шығарып кетемін. Түркістан ғана емес, бүкіл Қазақстанның атын шығарам де. Жүрістерің жайлы ғой. Ауыздарың ашылып, ауылдан келгендерді көрсетіп қоймай, бұлай қалталарыңа ие болыңдар. Beket Bey, ben çok sevindim. Bizim idmancılarımız bizim bu bir yerde bizim milletimiz güzel böyle idman spor gösterdiler. Rahmet. Ben çok sevindim. Bizim sizin sporçunuz güzel formadadır. İsterim ki bizim Ramazan sporçumuz birinci yer alsın. Bu da öyle. Şirik bunun. Anlıyorum ama siz dikkatli fikir eleyin. Orada Қозғаламыз, жүгір. Керуенге келген жоқпыз. Физикалық дайындықсыз жігіттер. Құр көкіректен алысқа шаба алмаймыз. Қимылдаймыз. Қарсыласыңды соңғы раундта, соңғы секундында ұрып құлататындай бойларында күш көрмей алса, намыс дегендердің бәрінің құны көк дейді. Қалай? Мұхиттың ауасы тынысыңды ашты ма? Ой, тау не, теңіз не, маған бәрі бір сияқты. Өкпем ауылдың шаңына әбден үйрендер. Солай ма? Ал, кеткен деші. Естерінде болсын. Билікте күштеріңді, үнеңді пайдаланбасаңдар, абыройдан айырыласыңдар. Қозғаламыз, тұрмаймыз. Бекзат, жүгір, қимылда. Сорқамыз шығарды. Жарайды, жігітсің ғой. Шыдайын. А сегодня все. В душе на ужин. Бекзат, жүр. Ермахан аға, Полянеде сіз сияқты солағай. Сізбен кішкене спарринг жасасам бола ма? Тырс-тырстерің тамады жүрген әрбір жолыңда кейде Қоймайсың сен. сынба өз қолыңда арман кірпік қағады асау жүрегін Көрдің ма? Ең бастысы бауырыңда бада. Одан алдың қолымен жұлқы ұрып, сола қарай қозғалың. Асу бері жолдарым-ай арманға қадамбасам сенім моды болған одай қуатым арнаған жүрегім жалынаған еркіме бағынбаған рухым барында
57 жылға құда түсіп отыр. Түріктердің соңғы ұмыты Поляне. Ал Бекзат біздің алғашқы үмітіміз. О бала өзі сенімді ме? Әрине. Мен жігіттердің бәріне сенем. Олай болса, мен тәуелсіз төрешілер тағайындадым. Сосын көреміз. Албалар басталды не? Тыңдаңдар әне. Төрткүл дүние көз тіккен дүбірлі додаға қазақ елінің үкілеп қосқан жүйріктері тас түйін дайын келді. Алғашқы нәтижелері көңіл қуантады. Ал шаршалаңда ойқастаған былғар қолғап шеберлері жарысын жалғастырады. Рингке қазақ үміт артып отырған Бекзат Саттарханов пен түрік елінің намысын қорғап жүрген Рамзан Поляни шығады. Әне, басталды. Құдайым-ау, анау қаршадай балаға өгіздей біреуді шығарып қойған несі? Бұл енді бокс қой. Сен сол жаққа төреші қылып жібере көріп еді. Давай, работай, работай! Держи защиту! Держи защиту! Қолды көтер, алсаса, жіберме жақын. Работай. Уворачивайся, работай! Вот так, молодец, держи дистанцию, держи! Дистанцию, Бекзат! Дистанцию держи! Отходи! Поляни шынымен мықты екен. Әрине, алтыннан үміткердің бірі. Бекзаттың ең басты қарсыласы осы. Егер осыдан аман есен өтіп кетсе, әрі қарай жеңіл болады. Бекзатымыз да мықты. Міне, жарайсың Бекзат. Ана бала таяқ жеп қалған болды. Бірінші раундқа әлі ештеңе жоқ. Корпус держи! Ты сюда пришел золото брать, а не игры играть. Понял? Бір қадам артқа шегінсең, екі қадам алдыға аттауға тырыс. Соңына дейін талмай күрес балам. Да, бәрі жақсы. Араға шықсақ та. Дистанцию работает, дистанцию, понимаешь? Передней рукой, передней. Аяқты қос тағда кішкене, корпус. Екінші номер жұмыс, осы стильмен. Давай. Пошел. Мен көре алмай екем, шығып кетейінші. Қайда кеттіңіз? По корпусу, понял? Бекзат, давай, Саттарханов! Вот так его! Ай, молодец! Артқа шегінбе, алға жүр.
Тақымызды қысып тықыршып отыр едік. Рахмет аға. Үмітті ақтадың ба? Қалай? Финалға жақындады ғой деймін. Екі қуаны басып қойып әлі. Бұл салмақта әлі мықты жігіттер бар. Жарайды. Бекзат, финалға да жеттік. Қуарыз жай қарсылас емес. Онымен екінші нөмірде жұмыс істесең, осал тұсын бірден білесің. Ермахан аға, бір бұйымтайым бар еді. Сіз жеребе бойынша көк бұрыштан шығады екенсіз. Ана қызыл майкаңызды финалға ырымдап киіп шықсам. О, қызыл майкам тізеңнен келеді ғой. Қалай киесің? Ештеңе етпейді. Жақсы, кие ғой. Бірақ бірінші орын алдым ол. Майкам ұят болып қалмасын. Шыны керек, Сиднейге аттанарда медальмен оралады деп ойламадық. Бірақ екі көзіміз төрт болып, экраннан Бекзаттың әр қадамын бақылап отырдық. Ал жігіттер, қазақтың кім екенін танытыңдар. Атлантада жіберген есемді қайтарам. Атлантаның қоласына риза емес сияқтысыз ғой. Олимпиаданың бас мақсаты қатысу емес пе? Кім қатысу үшін келеді? Бәрінің де арманы алтын. Бірақ әркімнің бағына байланысты. Ана Болатты екі олимпиадада қатарынан күміс алды деп ешкім сөкпес. Ал кейбір жекпе-жектер финалдан да артық. Өз басым алтыннан басқа медаль көріп тұрған жоқпын. Құрамаға келгенім кеше ғана. Кім біледі? Қазақтың бірнеше дүркін олимпиада чемпионы сен шығарсың. Несі бар? Бағым мен бағым бірге жанса бәрі мүмкін. Ал қазақтар, ал күтіп қалды. Ауызбен бәрін қираттыңдар. Енді осыны спенделеде көру. Кет. Мұхтархан, тез етіңдерші. Финалда 4 жігітіміз бар. Үмітіміз бар. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз. Бекет аға, Қазақстанға қоңырау шалсам бола ма? Амангелді Сейітхановтың нөмірін теріп берші. Досыңыз бол. Алло? Алло. Амангелді, ассалаумағалейкум. Мен ғой Ермахан. Ермахан? Сиднейден? Міне жігіт. Қуанып жатырмыз. 4 қазақтың финалға шыққан әрең жетістік. Қазір Бекзатқа берейін, бірдеңе айтқысы келіп тұр қазір. Бір минут. Ассалаумағалейкум. Бекзат? Бүгін финалға шығамын. Құдай қаласа жеңіске жетемін. Сол жеңісімді Түркістанның 1500 жылдығына арнады деп хабарлаңызшы. Түсіндім, иә, көреміз. Бірақ Бекзат, қазақ халқы 20 жылдан бері армандап келе жатыр бір алтын медальды. Бас қамшыны. Біз саған сенеміз, бүкіл елің сенеді. Көрші қане, барыңды салшы. Жарай ма? Жақсы, рахмет. Бекзат, соққыды артпайым деп, қашақтай бермей шабуылға да шығып тұрарасыз, жарай ма? Аса қамқор ерекше мейірімді жаратушы ең. Өзің жар бола бер. Работа. Понял? Бәлкім Бекзат бастары біздің бокстағы жарқын жолда. Бекзат Саттарханов Олимпиада чемпион атанса деген арман тұтанған сәт қазір. Дайындығы шыңға шыққан, айқасқа сынға сыққан қазақ боксшысының қарымын көріп отырсыздар. Не стой на месте! Сюда! Держи удар!
Солай. Алдыға жүр. Молодец, еще! Бекзат, жарайсың. Көрдік ма не біздің Бекзат, сол қолмен! Сол қолмен көп жұмыс істе, сол қолмен! Давай. Ноги, корпус, включи! На ногах работай! На ногах! Держи дистанцию! Да куда же, я же вам говорю, дистанцию держи! Вот, молодец! Опа! Вот еще держи! Угол! Давай! Работай! Вот так, молодец! Жақындатпа өзіңе. Әй, мынаған не болды? Ой, өшіп қалған нес? Сес. Көрсетке қарайсашы, терезеден қарап еш. Көрмейді әке ол. Әй, мынаусы несі? Бәрі өшті ма, біздің үй ма? Өшіп қалғанын қарашы. Шаршалаңда лайықты қарсылас жолықпаса, көрсеткен ойының ешкімнің есінде қала бермейді. Ал Бекзаттың қарсыластары мықты болды. Түркістанның атын шығарамын деп, үнемі айтып жүруші еді. Ол сол сөзінде тұрды. Жанама, жанбай ма? Телефон. Әке, тез. Алло. Папа, Сейілхан аға. Иә. Сүйінші. Құдайым ау! Бекзат Саттарханов Олимпиада чемпионы. Құлан қазақ, ол осы жеңісін өзі туып өскен қасиетті мекен киелі өлке Түркістанның мерейтойына арнап отыр. Я, тарихи сәт. 1980 жылы Мәскеу Олимпиадасында грек-рим күресінің шебері, ол кезде классикалық күрес аталатын Жақсылық Үшкемпіров қазақ жастарына үлгі көрсетіп, алтын медаль алса, сол кезде бесігінде тербеліп жатқан Бекзат Саттарханов араға аттай 20 жыл салып, міне сол жетістікті қайталап, егемен елге, тәуелсіз Қазақстанға қоржынына алтын медаль салып отыр. Сол кезде әкешесі армандаған шығар. Шіркін-ай, біздің қазақтың спортында да осындай бір жетістік болса деп. Бірақ сол кезде олар сезген жоқ. Бесікте тербеліп жатқан Сәби Бекзаттың 20 жылдан кейін атой салатынына, ол жасалатынына құтты болсын. Бүгін тойлайтын күн қазақ. Жарадың балам. Байгенін қашаптың. Қазақтың туын көтердің.
Жеңісің құтты болсын. Рахмет. Уайымдама, әлі аяққа тұрып кетесің. Мен сені Мәскеуге алып барып емдетемін. Жеңіспен ұранатыңа сенгенмін. Өмірдің өзі жеңіс пен жеңілістен тұрмаймын. Күтіп алмадыңдар ғой. Ұмытайын деген екенсіңдер. Бабаларымыздан мен жібергісі келмей тұр-ау. Сол жерді алып таста, тастарды. Я думаю, со следующей недели надо увеличить нагрузки. Айтпаса су ақпай қалады көктемде сосын. А то что-то как-то слабовато. Соны алсаң болды. Я с тобой согласен, Иваныч. Содан кейін кетесің. Старый приятель. Мәке, ассалаумалейкум. Уалейкумассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Өткендегі берген көмегіңізге рахмет. Біраз жетістіктерге жетіп жатырмыз. Солай ма? Жігіттердің ортасынан біраз чемпиондар шығып жатыр. Чемпиондар демесің? Иә. Мен өзіңді сыйлағаннан кейін бермедім. Шынымды айтсам өз басыма сенген жоқпын. Сену керек, Мәке, сену керек. Сенімсіз тек шайтан ғана. Жақсы. Бекош, сонша асыққаның не? Анашым, достарыма уәде беріп қойған енді. Жаңа жыл сіздермен қарсы алмайтын болдым. Әкеме түсіндіріп айтыңызшы. Күтіп тұр мені. Жарайды құлыным, абайлап жүр. Болат, төбеге шықшы. Шатыр аман бекен. Үйдің босағасы опырылып, құлап қалған сияқты. Бұл ешкім күтпеген қаза еді. Осылайша бекзатымыздың жарқ еткен жұлдызы маңдайымызға симай кетті. Бекзаттың Олимпиада шыңын бағындырып, жеңістің көк туын желбіреткені ізім басар талай жасқа сенім отын жақты. Тұғырға шығып, менің жеңісім қазақтың жеңісі деп атой салғаны аманат сөзі сияқты елестей берді маған.